Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу 40-ші сабақ теңізшілер туралы әңгіме. Иллюстрацияны қолданамыз. Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалаймыз. Құрастыр. Бірінші сурет бойынша әңгіме құраңдар. Теңіз флотына қатысты қандай мамандық иелері бейнелегенін атаңдар. Балалар, теңіз флотында капитан, матрос және оның көмекшілері жұмыс жасайды. Жюль Верн 1828-1905 жылдар аралығында өмір сүрген фантастикалық роман жанрының негізін қалаушы француз жазушысы. Ол 66 роман жазған. Әуе шарында өткен 5 апта, капитан Грантның балалары, Сырлы арал, тағы да басқа шығармалары бар. Жазушының кітаптары дүние жүзінің көптеген тіліне, оның ішінде қазақ тіліне де аударылған. Келесі, түсініп оқы. Дик Сэнд. Бұл жас матрос. Ата-анасы белгісіз жетім бала еді. Бала Дик Сэнд атанып кетті. Сірә ол Нью-Йорк штатында туса керек. Дик Сэнд онша бойшаң болмаса да шымыр денелі, көкшіл, көзінен от шашырап тұрған қоңыр шашты бала еді. Теңізшіліктің ауыр жұмысы оны келешектегі тұрмыс талқысына дайындап та қойған. Оның кескінінен жігер көрініп тұр. Бұл батыл адамға тән кескінмен қоса қажымас талапты да аңғартады. Ол 15 жасынан-ақ мақсат көздеп, сол мақсатын ақырына дейін жеткізе білді. Балалық дәуірінде келешегін ойлайтын бала сирек кездеседі ғой. Ал Дик Сэнд алдағы өмірінен өз үлесін аңғара біліп, ат болар құлын талпынып туар, деп өзіне өзі серт берді. Ол шапшаң да, икемді, қайратты да, тапқыр. Ол 4 жасынан-ақ оқи білді. 8-ге келгенде оңтүстік елдерге қатынап жүрген бір кемеге юнга болып орналасты. Бала кезінен-ақ бар ықыласы теңізге ауған еді. Дик Сэнд кемеде жүріп теңізшілік өнерін үйренді. Талантты баланы кеме офицері ұнатты. Оның теңіз өнерін үйренуіне басшылық етті. Еңбек өмір заңы екенін кімде-кім бала кезінен аңғарса, кімде-кім нанның маңдай термен табылатынын жастайынан ұқса, соның қолынан ерлік те келеді. Дик істеп жүрген кемені басқаратын капитан Гуль қабілетті балаға ерекше назар аударды. Батыл бала жігерлі теңізшіге аса ұнады. Ол Сан-Францискоға қайтқан соң баланың жайын кеме қожасына баяндады. Джеймс Уэлдон Юнганы оқуға беріп, оның мектеп бітіріп шығуына жәрдем етті. Дик білім алуға бар ықыласын сала кірісті. Ол география, саясатшылар тарихына ерекше көңіл бөлді. Мектепте жоғары математика мен навигациядан сабақ берілмегеніне қатты қынжылатын. Ол мектеп бітірген соң Джеймс Уэлдонның кит аулайтын кемесіне матрос болып орналасты. Нағыз матрос болып шығу үшін алыс сапарға қатынайтын кемеден гөрі кит аулау кәсібінің маңызы зор екенін Дик жақсы білді. Матрос мамандығына дайындалып жүрген жастар үшін кит аулайтын кемеде қызмет ету тәжірибенің ең жақсысы еді. Сондай кеме Пилигрим болып шықты. Бұл жас матросқа ең қолайлы жағдай болды. Авторы Жюль Верн, 15 жасар капитан. Аударған С. Ишанов. Тұрмыс талқысы. Тіршіліктегі тұрмыстағы қиыншылық. Юнга, матростың көмекшісі. Навигация, кемелерді басқару, су жолын таңдау әдісі туралы ғылым. Екінші тапсырма. Кейіпкер теңізші болу үшін ненің қажеттілігін түсінді? Ол еңбектенудің қажеттігін түсінді. Автор еңбек туралы қандай пікір айтқан? Тауып оқы. Еңбек өмір заңы екенін кімде-кім бала кезінен бастап аңғарса, кімде-кім еңбектің маңдай терімен табылатынын ұғынса, соның қолынан еңбек те келеді. Оқиғаның қай мемлекетте болғанын анықтаңдар. Оқиға Сан-Францискода болған. Келесі 5-ші жаттығу. Қалай ойлайсың? Дик Сэнд теңізші болуға лайық па? Оның теңізшілік өнерді үйрену тәжірибесіне қандай баға берер едің?
Мен жоғарғы баға берер едім, өйткені ол теңізшілікті ешкімнің көмегінсіз, тәжірибелік негізінде еңбекпен үйреніп алды. Білгенге маржан. Бұл кітапта Пилигрим кемесінде болған оқиғалар баяндалады. 5 матрос пен капитан Китпен шайқаста қаза табады. Енді кемені 15 жасар Юнга басқарады. Осы таңғажайып тағдырлы бала Дексент туралы қызық кітапты тауып оқығаның жөн. 6-шы жаттығу. Теңізшінің қандай болуы керектігін айтып беріңдер. Теңізші ақылды, білімді, батыл, кез келген уақытта жылдам шешім шығара білетін, батыл болуы қажет. Есіңе түсір, шығармада кейіпкерлердің сыртқы түрінің кескін келбетінің суреттелуі портрет деп аталады. Дексент онша бойшаң болмаса да шымыр денелі, көкшіл көзінен от шашырап тұрған қоңыр шашты бала еді. Оның кескінінен жігер көрініп тұр. Бұл батылы адамға тән кескін. Қажымас талапты да аңғарады. Ол шапшаң да, икемді, қайратты да, тапқыр. Келесі 7-ші жаттығу. Сипатта. Бір-бірінің портретіңді сипаттап айтыңдар. Мысал үшін, менің досым Раушанның шашы ұзын, көзі көк, ұзын бойлы, сымбатты, келіскен қыз. Сен де өз досыңның портретін айтып көр. Келесі қорытындыла. 8-ші жаттығу. Теңізші кәсібі туралы қандай жаңа ақпарат алдыңдар? Теңізші кәсібінің оңай жұмыс емес екенін, оған батыл, ержүрек, ақылды, білімді болуы қажет екенін түсіндім. 9-ші жаттығу. Өзіңе ұнайтын кәсіп жөнінде не білгің келеді? Мысалы, мен дәрігер болғым келеді. Дәрігер болып, адамдарды қалай емдеу керектігін үйренгім келеді. Суреттегі мамандық иелерін, заттарды сипаттап жаз. Мысал үшін, матрос кемеде жұмыс атқарушы адам, капитан кемедегі адамдарды басқарушы, желкен кемені жел бағытымен жүздіретін мата. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар.